Жәннат өте қымбат нәрсе екен. Өте қымбат. Өзіңіз ойлаңыз, қалай қымбат болмасын, ол біріншіден ол мәңгі ғой. Екіншіден оның үстінде сенің көзің көрмеген нәрселер бар. Сенің құлағың естімеген мүлде. Сенің жүрегіңе келмеген сезімдер бар. Сонда ана жемістердің өзін сипаттағанда, мысалы, «Ваззулилат қутуфуха тазлила». Бір жаңағы сүресінде Алла Тағала айтады, жаңағы тақуа адам жәннатқа Алла Тағаланың рахымымен кіргеннен кейін жеміс ағашының қасында отырса, жеміс ағашы мына жақта сигнал кетті, жегісі келді адамның. Жәннаттағы адам, жәннатқа кірген адамның жүрегінде қалау деген нәрсе қосылған бетте, күллі жәннат сезеді екен соны. Өзіне берілген жәннатты сезіп, жаңағы еңкейеді екен анау жеміс. Бір аяттар «Қутуфуха дания», төмендеп келеді дейді. Тазлила деген жаңағы соған қарай салбырап төмендейді. Олай болса, жәннаттағы жеміс саған қарай төмендеу үшін мен бүгін Аллаға қарай төмендеу керекпін. Міне сол мұндай жәннат өте қымбат болғандықтан пайғамбарымыз сасырым ешкім амалымен кіріп кетем деп қатты үміттеніп кетпесін дейді. Аллахтың елшісі, сіз де кіре алмайсыз ба? Мен де кіре алмаймын дейді. Тек егер Алла кеңшілігімен, рахмымен қамтымаса дейді. Алай болса жәннат деген нәрсе, оған тек сіздің бір қадамыңыз керек екен өмірде, өткен шын қадамыңыз керек. Алла Тағаланы еселейді да, сөйтіп лайықтап жібереді екен жәннатқа. Лайықтап жібереді да, сосын разы болып ешқашан ашуланбаймын деген сөзін айтады екен. Ешқашан енді ашуланбаймын деген. Не үшін ол сөзді айтады? Соны ойланып көріңіз. Сондықтан жәннатқа Алла Тағала лайықтау арқылы ол кіреді. Сол үшін айтып жатыр, қорықпай-ақ қойсын дейді. Оның күнәларына мынандай сөз бар ғой бізде: жақсылығын, жамандығын жасырып, жақсылығын асырып деген нәрсе. Тура осы Алланың істейтіні. Қияметте жамандығыңды жасырады, жақсылығыңды асырады. Сөйтіп лайықтап жібереді екен. Міне осы біздің жаңағы үміт ететін нәрсеміз да. Сондықтан осы жәннат осындай керемет нәрсе болғаннан кейін біз сөзіміз, тілімізде, мінезде, біреумен мәміледе, біреуді кешіре алмай тұрған кезіңде де Алла Тағаланың сұнатын бағанаға жақсылықпен етер дейді. Яғни кешіре сал дейді. Ішіңіз жібермей тұр, үйде үште бірдеңке тұр да, қалай кешірем дегендей. Алла Тағала ұсынды ма, бірден істе, жолың болады сол кезде. Қиын болма Аллаға, ол мұқтаж емес. Сен өзіңе өзің қиын жасап тұрсың. Жәннаттан өзіңді өзің естіп атсың, бөгеп атсың. Алланың разылығына жетуден өзіңді бөгеп атсың. Алла Тағала істе мұқтаж емес. Сондықтан оған оңай бол, оған жеңіл бол тәрбиесіне. Кешіре сал деді ме, кешіре сал. Жымый деді ме, жымия сал. Бер деді ме, бере сал. Міне осылайша біз жаңағы Рахманның құлдары деген нәрсеге қарай ұмтылу керекпіз да.